Ассалаумағалейкум, Түркістан қаласының тұрғындары және жүргізушілер. Мынандай знак қойылды, бір 3-4 күн болды. Бүгін 28 ноябрь, таңғы сағат 9:30 шамасы. Так, мынау Перез алдарыңызда тұрған. Мынау Гелис заправка. Мынау Қызылордаға қарай шығып кететін трасса. Мына жерден мына кісі мысалы солға қарай поворот жағып тұр мына. Қазір солға қарай поворот жақтыр, алдында күтіп алады. Пожалуйста. Өже сразу жұмыс жасап отыр. Знакты қояттағын сразу әкімшілік хаттамасын 601 баппен ба, қателеспесем толтырады. 4000 бірдеңе теңге болады ол. Міне, артқа кері айналуға да болмайды мынау. Сақ болыңыздар. Енді қаншалықты дұрыс, қаншалықты бұрыс бәрін өздеріңіз айта жатарсыздар комментарийға. Тіркеліп кетіңіздер арнамызға, қолдап қойыңыздар, өз ойларыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Жалпы бұл менің өз ойым дұрыс емес деп білем. Бұл жол ешқандай кедергі жасамайды мына жерге. Солға қарай бұрылу барысында. Қазір сразу тұрып алған, олар жайғасып орындарына знакты қойды, сразу тұрады уже. Халықты қанау. Дұрыс емес деп білем. Көке, ассалаумалейкум. Есім Руслан. Ассалаумалейкум. Қызметтік куәлігіңіз бола ма сізбен? Қазақстан азаматы ретінде. Мына жұмыстарыңызға мен ырза емеспін. Знакты кеше қойдыңыздар да мына жерге. Бүгін сразу тұрып аласыздар дағыны. Жоқ, кеше қойылған жоқ. Болды, 2 күн болды, иә. Қарабаев, Ергеш, Құрбанұлы, иә. Есім Руслан болады да. Енді аға сіз кеше ағам болатын жас, жасыңыз қай жылғыз? 70 үлкен кісі екенсіз. Енді сізге адами тұрғыда айтайын. Мыналарыңыз болмайды сіздердің. Дәл қазір қазір айыппұл арқалатып жатса, знакты қойғандарыңыз 2 күн болды ма, болмады ма? Білмеймін қандай мақсатта ол знакты қойғанда, ешкімге кедергі де келдірмейтін знак қой, негізі ол. Кімге қандай кедергі келдіріп жатыр? Халықпен кіммен ақылдасасыздар негізі сол знакты қоятын кезде? Кім қояды, кіммен ақылдасады деп жатқанмын сол знакты қоятын кезде. Департамент неге халықпен санасы былай ақылдасы ондай жоқ па? Мысалы қойды көге былай қарай бұрылдыңыз ба, білесіз ба, знакты білмейсіз ба? Байқамадым. Енді да мысалы да ол постоянно күн. Қазір былай түсіріп тұрғанның өзінде қаншама адам бұрылады. Негізі жалып бірдеңе жасау, қайқа барып жалып жасайды шоферлар. Мысалы да осы болмайды ғой, мына знак анау мынау деген сияқты. Өзіміз басқармамыз бар. Өзіміз басқармаға барады, осында знак бойынша, осында қойылған бойынша бәрін көрсетеді. Енді сіздер наразылық болсаңыздар барсаңыздар. Иә, сол специально осын жариялайын деп жатырмын да, YouTube каналына арнайы сол кімдердің Instagram парақшасынан саламда, мынау болмайды ғой деп жатқанымыз жалпы. Сіздің тұрысыңыздың өзі заңсыздық болып табылады да қазірше. Тұрысы жаңадан бері екі көлікке әкімшілік хаттама толтырып жіберіңіз арада, иә. Оның бәрін көріп тұрмын. Енді мынау қай тұрғыда келгенде де уже ол дұрыс емес деп ойлаймын енді мен. Қазір мысалы наразы болатын болса, наразы болады. Енді әкімшілік хаттама толтырасыз ба мына кісіге енді заңды түрде? Бір есі қарастырылмаған. Толтырмай қойсан келеді бұлар ескерту. Дұрыс емес бұл негізі. Знакты қояттағаны. Бұл енді халықты көке қанау деп айтылады. Қанау деген халықты қанау. Бұл көкем өз нәпақасын тауып жүрген адам газельге знакты қояды да мысалы сразу. Қай жағынан келгенде де енді шыны керек, мынау дұрыс емес қой. Сақ болыңыздар енді, біздің Түркістан қалай айтсақ болады, қызметкерлер осындай мына знакты қояды, сразу ердесіне осы жерге тұрып алады да. Алдында білесіздер, ар жаққа стоп знакты қойды да, Перездің арғы бетіне тұрып алды. Бірінен кейін біріне әкімшілік хаттама толтырды. Сіздердің нелеріңізде қарастырылған ғой, жаңағы бір кешірім беріп, не қылу дегенде, әдеп кодекс ма соны. Енді үлкен кісі ескерту, знак білмейді, бір қойған бұрыннан өрескел нарушение жасаған жоқсыз ғой, дұрыс па?
андай бірдеңе шараларын жүргізу керек. Аты қалай ұмытып тұрмын. Ескерту шаралары ма, міне осындай деп та мысалы. О ешкімге жариялаған да жоқ та мысалы. Знакты қойдыңыздар да кешеден бері sonra артынан түсіп аласыздар. Болмаса өйстіп тұрып аласыздар. Жаңа мына жерде тұрдыңыздар мысалы. Ой, машина бұрылған, міне қарап тұрыңыздар, міне бұрылған қазір о жерден. Білмеймін енді оны. Ой, көке оны не қылмаса әрқайсысын бір тоқтат не қылып деп. Анау тағы бұрылдан. Ан тоқтат қазір. Ан тоқтат машина. Сен бәріне салып көрген қазір. Бұл тоқтатқан ғой өзі бұл жерде тұрып ше. Кезеңіш пешеходтан өт. Олмайды ома өтуге. Видеом аяғына дейін көріңіздер енді. Осылай түсірмесек енді бұлар уже жүре береді да. Ассалаумалейкум. Қалайсыз, жақсыз ба? Сен независимый, иә? Иә. Анау заправкадан газ құйдым. Заправкадан газ құйдыңыз ба? Аха. Соны да түсір. Аха. Менде 54 литр бақ. Аха. Анау 88, почти 90 литр газ. Мына заправканы айтып тұрсыз ба? Иә. Соны түсір. Не қылдар екен? Ол түсірем, түсіріп тұрмыз. 54-тен артық төлемейін деймін бұл. Сіздің бағыңыз 54 литр. Бұл заправка 80. 90 литр құйып берді. Сіз түсірсем бола ма? Мен түсірмей қойдым. Жоқ, неге айтып отырсыз ғой, енді дұрыс қой. Енді бұл өзінің арнайы нелері бар ғой, қарастыратын. Хозяин кесін. Хозяин болсын, заңды болып, жаңағы заң аясында не қылу керек та оны. Артығын төлемейін бе? Қаяққа кетті дейсіз ғой, ол артық газ, иә? Ол да дұрыс. Тамақ ішкенде сен артық тамақ ішесің. Мен айтып тұрмын да, мен көріп тұрмын жіберді екеуін. Үшеуі жіберді. Төртеуі де кетті. Олар мүмкін жаңағы погондағылар шығар оларда. Газель погон емес шығар, ал газель тоқтап тұрсын. Жоқ, заң бәріне ортақ қой, погон бола ма, басқа бола ма? Менің бәрі ортақ қой. Жаңа екеуі неге жіберіп тастадыңыз енді тоқтатқаннан кейін? Қайсар 734-ке. Ереге. Асамайға жүреңші, поворотқа. Сол линия бойынша мен басып тұрады. Қырамаяды леженде. 734 жүріңші. Еліңі бердім атын? Блогерлер түсіп тұр жерде. Мынаның тұрысының өзі заңсыз болып табылатын еді. Міне, пожалуйста, бұрылып жатыр ол. Ерге неге бір өзіңіз жүрсіз? Нападым, стоянки машина алып кетті. Ерге өзіңіз Түркістан қаласы тұрғыны шығарсыз, Түркістандықсыз ба? Басқа жақтан бекітіңіз, негізді енді олай ғана бәріміз пендешілік қой, енді өзіңіз ішкідей адамгершілікке салып не қылатын болсаңыз да знакты қойғандарыңыз кеше ғой деп жатқаным ғой. Ол маған да жақсы емес, қолым жаурап түсіріп та мысалы да, просто көріп мен уже тоқтап алдым да араға специально. Бір аптадан асты. Ой, бір апта, білмейді. Бір ай болса да мысалы. Ол бәрін тоқтатып үлгермейді көке бәрібір. Бірақ енді Адам жазып тұрған екен, екінші адаммен тоқтатамаймын. Сізді жазып тұрмын. Сіз оны түсініңіз. негізі. Бірақ ол кете береді ол жерден тоқтамай ше әрқайсысы бұрылып. Осындай болатын білдім ғой мен. Көке кеспеймін деп жазып берсеңіз де болады. Соттасаңыз болады. Адвокат не қылсаңыз да болады жаңағы. Түркістандықсыз ба көке? Біліп жүріңіз енді. Таныстарыңызға айтыңыз.
Stop liniya emas qo'y, stop liniya emas qo'y. Znak поворот qo'y. O, men xizmatkorlar kelyapti tag'da. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sağ olasızlar. İnspektör Osman. Maylibayev, Shalatay, Qaysarova. Rahmet ya, Allah razı olsun. Bir maşina to'xtatib turgan ekan, ko'kamsini oldim. Bir maşina to'xtatib. Tanış yuriga. Ya. Ko'lingiz ziyan tipdan поворот qo'yib qo'ydingiz, kichkina bu yoqqa ыңғайлап qo'ysangiz uchun. Былай qarab kiretinler bo'ladi, mына жер bilesizmi? Жүк qo'yma. Жол патруль полициясы аға инспекторы. Osmanov Esтай O'rinboyevich, rahmet. Dezege мәселесі қарасаңызшы енді знакты қанша күн болды, нақты айта аласыз ба қойғанына? Аха. 2 ай болды ма, 1 ай болды ма? Толығын білмейді екен, қойылды. Қателеспесем бір аптада болған жоқ ол знактың қойылғанда, мысалы. Енді қаншалықты дұрыс, қаншалықты бұрыс кішкене айта аласыз ба өзіңіз? Мейлі ол заң түрде дұрыс емес, мейлі солға қарай бұрылып жатқан. Бірақ қазір мынада мың демей ақ қойын бір. Тұрмыс как көріп тұрсаңыздар ше, бұрылай береді да oradan. Каждый бұрылған айыппұл арқалата бересіздер ма? Мысалы, мына көкем қарсы, мысалы, наразы болады. Мен білмеймін, машина айдамағаныма 15 күн болды дейді, мысалы. Мен шықтым, как обычно шығып былай қарап кететін едім дейді, жұмысыммен газелдің егесі да мына кісі. Көке 24 сағат бойы полиция қызметкері. Негізі енді да көке былай ғой, жеке жаңа жүргізуші куәлігін оқыған знакқа қарап жүру керек та, ол да бар енді. Бұл кісілер сол бойынша әкімшілік хаттама толтырады да, мысалы. Сіз айтады, қарамайсыз ба дейді. Енді да ол әптен бұрылып жүрген жері ғой, мейлі қарауына қарай көріп қой. Мысалы, мына магазин заправкаға или мына жаққа келу үшін қаяқпен барады, айтыңызшы. Технадзор бұл заңдастырған ғой. Жоқ, кіммен ақылдасады негізі бұл знакты қоятын кезде? Өздері отырып, шығара бере ма, знак қоя бере ма? Арнайы технадзор инспекторы бар. Кім ол технадзор? Қаяқта отырады, барайық. Бірлесе отырып. Біздің да о технадзор болсын, не болсын, қанша қарғыс қалып отыр. Мен шынымды айтайын бар ғой, алғыстамайды ол технадзор болсын. Мына знакты қойып жатқан басшы құрам. Иә, басшы құрам арнайы осыны YouTube-ға саламыз ғой, Құдай қаласа. Айналайын-ау, кішкене алғыстасаңдаршы отырып алып, не ала бермей. Знак келді, мына зилда көкем, мысалы, күнде бір 5-6 мың таба ма, таппай ма, бұрылды, оған кәп 5 мың ба, 601 мен толтырасыздар ма, қателеспесем? Иә, қараймыз ғой, 601 мен толтырылады. Ол да турдан шықпайды. Бұрылады, мысалы, да. Сол мақсатпен ғой, нардан өтіп барады, тоқтап түсіріп атқан. Кешіңіз, атыңыз кім деді? Шалатай. Шәке, машинаңыз ыңғайлап қойыңыз, ыңғайлы жерге. Біз көмекке келгеннен кейін. Иә, көмекке келгеннен кейін дұрыс. Жоқ, мына кісі ғой көмекке келгенде бәріне ақ тоқтатпайсың дейді да бұл кісі. Бұл үлгермей жатыр деп сіздерді көмекке шақырды. Дұрыс қой енді нағыз. Бұл кісіні жібергеннен кейін келесі. Жоқ, оған біліп тұрмыз ғой, біліп тұрмыз ғой, иә, біліп тұрмыз ғой. Енді знактың қай уақытша нақтысын білмейміз, бірақ енді біз знак білу керексіздер ғой, қалай нақтысын білмейміз. Білу керексіздер. Шәке. Бір ай болған шығар, бізде аумаққа бөледі ғой қазір. Знакты қоя сап, сразу жұмыс жасап, әкімшілік хаттама толтыра беруге бола ма? Басында. Естігенде білеміз ғой, қойды сразу. Кімге қалай ескерттіңіздер? Бірінші знак қойған кезде бізде видеоға шықты. Кімнің видеосына, кімнің несіне шықты? Енді ол жағын мен нақтысын білемін. Өзім көрдім да оны. Жоқ, мен көрген жоқпын, вот деймін. Кеше мен өзім машина базар бар ғой мынарда, соған баратқан кезде, обратно келатқанда байқадым, өз көзіммен көрдім сол кезде. Бірақ оған ол знагыңа бағынып отқан ешкім жоқ, шынымен айтайын. Abi
Qo'ysa burun to'langan qo. Ishni qaytalanmau kerak. Yo'q, jengilmas ishlar, nomerini ko'rsatsa mana. Bizdan o'sha Nomeri olay ko'rsatib. yig'mashlar qon menda. Qaysidan Ол машинаны басқарып отырсыз ғой. Басқарып отырсыз сіз алдыңызда жол белгісі. Қарабай домаңыздар. Бұл бір полицейдің келеді сізге ескертіп тұр. Күйе өтсек. Анжа ұстап көріп тұр. Артқа разворот жоқ. Оған поворот. Сұға бұны болды. Артқа айналып отыр бұны. Оны көрдіңіз ғой. жазараш мен де жазам. Мен бәрін демасын ғой. Мен де түсіріп тұрмын. Бұл үшін кез келді. Al, адам қатысып отырады. Бүкіл гаишникті әкеп қою керек қой үшін. Мен де жазам. Танысып жіберейікші азаматшылар. Руслан, есім Руслан, танысып жіберейікші екеуміз. Сізге сұрақтарым бар. Сіз ше, бұл кісіні тоқтатқан сіз емес қой? Иә. Ал полиция қызметкері тоқтатты. Иә, ол кісі толтырмаймыз, сіз толтырасыз, әкімшілік хаттамасын сіз тағайындайын дедіңіз ба? Сол қызметтік планшетімен. Қасында тұр ғой. Олай болмайды, сіз ол кісі планшетімен деген. Батальонның қызмет инспектор полицияға лейтенанты Кадырбек Асқатбекұлы. Кадырбек Асқатбекұлы, инспектор солай ба. Енді кім? Мына теріс қарап барасыз. Қаншасы бұрылып жатыр? Қастық кім мына кісіге қарасаңшы? Мен ғой ана қарап. Мен сұрап тұрсам. Алған мойында мен қазір қазір көремін олардың бәрін. Қалай толтыратынын. Ол болып үйге барлығы фотолар. Келіңізші. Есіңіз кім? Ана тоқтат бара. Болды, қазір көге. О, свои деп бітті ғой, сигнал беріп бітті ғой. Деп. Келіңізші. Құрметті достар. Келмейді. Қашып қалады. Келіңізші. Қасы? Ескертуді айтып жатсыз ғой сіз енді. Мынаған тоқтатуға ақысы жоқ қой. Қар жолда. Көкем бір ауыз әңгіме айтамыз, кішкене өз ойымды айтамын дейді. Ассалаумағалейкум көке. Өзіңіз таныстырып өтсеңізші. Мен заправщик Осағада. Мектеп заправщик. Есіміңіз кім? Кәрімжан Искаков. Енді сіз өз ойыңызды айтыңыз енді, дұрыс емес деп жатсыз ғой? Бұл шоферлар көбісі білмейді ғой. Иә. Кеше қойған предупреждение деген нәрсе болады. Енді сіз күнде қарап қанша уақыттан бері тұрып алған бұл кісілер? Мен жаңа азанда келдім. Кеше тұрды ма? Кеше болған жоқсыз менде? Кеше болған жоқ, бүгін тұрды ғой. Бүгін азандан бері тұрып жатыр. Не, дұрыс па, дұрыс емес? Тар жолда olsa машина тоқтатуға ақысы жоқ қой вообще. Война осынан басталады өстіп. О, ашынады, халық ашынады осыдан. Ашу келеді да, ашу келеді. Ашу келеді. Мен қазір ары өтемейді, бері өтемейді. Иә. Түсіріп дұрыс қой, мен түсіремін да жіберемін, біреуге әйтеуір біреуге пайдасы тиеді да, о, мына тоқтатып жатыр екен мына деп та мысалы да. Қарады ма қазір? Осы ақмырда тоқтатып жоқ. Мұны сен қып қой. Жоқ, бұл поворот ешкімге зиян тимейтін поворот қой, солға қарай. Ол знак не үшін қойды деп ойлаймын да мен. Соны айтамын ғой бәрі. Как положено. Ұрыспаса, алыспаса. Как положено өтіп жатса. Наоборот, ана стопты құрту керек, стоп линияны. Білмейді ғой мысалы. Bilmeydi. Предупреждение беру керек қой.
Ва, 10 күн бұрын қойып қой знакты мақұл. Оны түсінеді сонда. Бұл кісілер жақында ғой знак. Қанша күн болды көкен знакқа? Кеше жоқ еді. Кеше жоқ еді знак. Кеше бар еді, по-моему, қателеспесем. Кеше алдыңғы Кеше азанда қойған болуы мүмкін. Мен азанда өтіп жатқан жоқ еді. Мен қысам, бұлар әйтеуір бір-бірден қадап жатқан екен бұлар. Негізі көке, енді үлкен кісісіз ғой, былай енді адами неге салатын болсақ, ол знак қойған екен, кішкене жұмыс жасау керек. Знак қойылды, анау деп тоқтап ескерту керек та негізі. Анадан келіп былай болмауға қойып, пожалуйста, әңгіме жоқ. Ешкімге ештеңе жоқ. Тек өтеді. Мен қазір предупреждение болу керек қой. Болу керек. Кеміру керек емес барады. Біреулер машинаның ішіне ақша тауып жатыр. Үйтіп жатыр, бала шаға. Соны түсінбей тұр ғой, Өз тар жоғы тамаша болып. Ақша жоқ.